Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді 10 минутта дайын болатын бамияны жасап көрсететін боламын. Бізге керегі мына жерде 2 дана пияз, дәмдеуіштер, және де томат, және де бамия. Осылайша барлығын дайындап алғаннан соң тапамызды оттың үстіне қойып, жақсылап қыздырып аламыз да көз мөлшермен майымызды құямыз. Осылайша майымызды құйып болғаннан соң қыздырып аламыз. Егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге қандай тағамдар ұнаса, айтсаңыздар жасап көрсететін болам. Маған керегі мына жерде пиязымды ортасынан бөлемін де 4 бұрышты етіп барлығын турап аламын. Қызып тұрған майымызға турап алған пиязымызды саламыз да жақсылап бір араластырып қозғап аламыз. Бір 5 минутқа қуырып аламыз да үстіне болгар бұрышын да саламыз. Осылайша етіп менде қызыл болгар бұрышы менен жасыл болгар бұрышын мұздатқышқа қатырып қойған едім, содан саламыз. Және де 5 минуттан соң бамиямызды да саламыз. Осылайша дәмдеуіштерді салып 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Бұғып тұрған қазанымыздың қақпағын ашамыз да 1-2 қозғап қоямыз тағы да. Жақсылап араластырып қозғап аламыз. Үстіне менде томатный паста, қолдан жабылған томатный пастамызды да саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Дәмді бұл бамияның витамині бүйректі және де қуық жолдарына өте пайдалы тағам десек те болады. Қыста таптырмас тағамның бірі. Осылайша етіп мұздатқышқа жазда салып қойсаңыздар, қыста жеулеріңізге өте керемет тағам. Әрі жеңіл, асқазанға пайдалы. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң 10 минутқа бұқтырып қоямыз да, сонымен тамағымыз дайын болады. Міне достар, менің тамағым дайын болып қалды. Осылайша тағы бір араластырып аламыз да, ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Менің бамияларым дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.